Ассалаумағалейкум достор, қандайсыздар ғой? Ең ақылды адам кім дегенде, ең ақылды адам турасында пайғамбарыбыздың өте машһур болған, өте белгілі болған хадисі бар. Әл-кейсу мән дана нафсаху ва амила лима ба'дал маути вал-аджизу мән атба'a нафсаху хаваха ва таманна алаллахил амани. Ақылды адам өз нәпсісін есепке тартып, өлімден кейінгі жашау үшін амал қылған адам. Ал эми ақылсыз адам нәпсісінің қалауларын ертіп алып, Аллахтан құру қиялдарды ғана күткен адам. Достор, бұл хадис бізге чыныгы ақылдылық, дүйнөдө жоопкерчилик менен жашап, акырет үчүн даярдануу экенин үйрөтөт. Ошол үчүн ушул хадиске амал кылып, бул жашоодо эмне акыретибизди коруп алышыбыз керек. Себеби пайгамбарыбыздын дагы бир кыска хадисинде айтат: "Ад-дунья мазраатул ахира" дейт. Бул дүйнө акыреттин эгин зары дейт. Кыргызда да макал бар: кыштын гамын жазда көр дейт. Кыштан чыгыш үчүн жазында мээнет кылышыбыз керек, жазында бир иш кылышыбыз керек, талай эгишибиз керек болот. Ошондой эле биз тиги жашообузду куруш үчүн бул жашоодо ибадаттарды кылып, Аллага ибадат кылып, Аллага тобо кылып өтө турмасак, ошондо тиги жашообуз оңолот. Ушуга амал кылып жашап өтөйлү. Саламат болуң. Нур Құран KG каналы.